Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тақырыбымыз кеше. Сабақтың мақсаты баяу және анық айтылған жиі қолданатын сөздердің мағынасын түсіну. Сөйлеу барысында сілтеу есімдіктерін мұғалімнің қолдауымен дұрыс қолдану. Сабағымыздың жаңа сөздермен таныс болыңдар. Есте сақтап, дәптерлеріне жазып қойыңдар. Кеше, ауыл, қала, демалдым. Қайталайық. Кеше, ауыл, қала, демалдым. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Кеше демалыс болды. Мен жақсы демалдым. Сен не істедің? Мен әкеммен тауға бардым. Есте сақта. Мен демалдым. Сен демалдың. Сіз демалдыңыз. Ол демалды. Мен бардым. Сен бардың. Сіз бардыңыз. Ол барды. Екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Сен кеше қалай демалдың? Жақсы. Өте жақсы. Тамаша. Үшінші тапсырма. Толықтырып айт. Мен кеше ауылға, қалаға, тауға, циркке бардым. Төртінші тапсырма. Тыңда, оқы. Сұрақтарға жауап бер. Кеше демалыс болды. Мен әкеммен тауға бардым. Мен кірпіні көрдім. Мен жақсы демалдым. Ол қайда барды? Ол нені көрді? Ол қалай демалды? Ол тауға барды. Ол кірпіні көрді. Ол жақсы демалды. Бесінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Ғ. Дауыссыз дыбыс. Ағаш. Тоғыз. Ғарышкер. Сенің атың кім? Менің атым Ғалымжан. Есте сақта. Кім, не, неше, қандай сұрақтарына жауап берейік. Кім? Ғалымжан. Кім? Ғарышкер. Не? Ағаш. Неше? Тоғыз. Балалар, нөмір 2-ші дәптердегі 8-ші беттегі тапсырмаларды орындайық.
Бірінші тапсырма. Г әрпін бастырып жазайық. Екінші тапсырма. Жаз. Үшінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Суретін сал. Сен қайда барасың? Балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.